Қайырлы күн, бүгін біз жемісті салат 2 түрін даярлайтын боламыз. Алдыңғы видеода жемісті салаттың бір түрін көрсеткен болатым. Ол жерде жемістерді майдалап турап көрсеткен болатым. Ал қазір аз ғана заттан ірі-ірі ғып даярлайтын боламыз. Бізге керек заттар: алма, банан, киви, ананас, әсемдік үшін анар және йогурт қажет. Аталған заттардың барлығын қабығын ашып даярлап аламыз. Ал алманың қабығын ашмадым, өйткені алманың қабығы адам денсаулығына өте пайдалы. Ол туралы ақпаратты алдыңғы жеміс салатында айтқан болатынмын. Жемістерді осылай ірі-ірі қылып, арнайы ирелегіш құралмен кесіп аламыз. Ондай құралыңыз болмаған жағдайда пышақпен кесіп алсаңыздар да болады. Ананас менде консервіленген ананас түрі, немесе кәдімгі свежий ананас түрін пайдалансаңыздар да болады. Ананас таппаған жағдайда орнына грушаны, яғни алмұртты алмастырсаңыз болады. Жемістердің барлығын турап болғаннан кейін ыдысқа салып, үстіне йогуртты құйып, жақсылап араластырамыз. Тез әрі оңай дайындалатын жемісті салаттың тағы да бір түрі. Араластырып болғаннан кейін ыдысқа салып, үстіне әсемдік үшін анарды сеуіп қоямыз. Осымен біздің жемісті салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айкони Фудқа тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!